Алтыншы бөлім. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлығын паш етуі. Бүкіл адамзат баласын тура жолға шақыратын, күллі әлемді құшағына алатын діннің мұнан былай жасырын қалуы мүмкін емес еді. Өйткені бұл дін адамдарды материалдық және рухани жағынан түзеп, ғұмырларын баянды ету үшін жіберілген еді. Сондықтан да ашықтан ашық жариялануы тиіс. Алла тағала мына әлемдегі бар нәрсені белгілі реттілікпен жаратқан. Әрбір іс тәртіпке бағына отырып орындалады. Ал бұл қағиданы қабылдамайтындар әрине ешқашан жетістікке қол жеткізе алмайды. Пайғамбарлар сұлтаны Мұхаммед те саллаллаху алейхи уассалам Алладан келген заңдылыққа сүйеніп осы тәртіпке бағынды. 3 жыл бойы пайғамбарлығын ашық білдірген жоқ. Исламды тек өз төңірегіндегілерге ғана түсіндірді. Иманға шақыруды өте мұқият, даналықпен, қырағылықпен, ыждағатты әрекет етіп берекетке жетті. Басына келген ерекше жайттарды тек сенімді адамдарына бөлісті. Осылайша ол исламның жеңісінің негізін қалады. Біреуге көп, енді біреуге аз көрінетін жасырын үндеу кезеңінде мұсылмандықты мойындап, Алланың аяттарына ден қойғандар аз болған жоқ. Ұлы істің іргетасы қаланып, енді хақ дінді жалпы жұртшылыққа жеткізу керек болды. Қанша жасырын дегенмен мүшриктердің бірталайы ұлағатты шаруадан азды-көпті құлағдар болып үлгергенді. Оның үстіне Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұрынғыдай жалғыз емес еді. Қасиетті ислам қағидаларын жария қылып, тәухид ақиқатын күл әлемге естіртудің мерзімі жеткендей еді. Халықты ашық түрде иманға үндеуді кімнен бастау керектігі Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Алла тарапынан аянмен білдіріледі. Уа Мұхаммед, алдымен ең жақын туыстарыңа ескерт делінген еді аятта. Шұғара сүресі 214 аят. Алланың елшісі бұл шаруаның оңай еместігін білетін. Бірнеше күн үйінен шықпай ойланумен өткізді. Қасына Әзірет Әлиді шақырып алып, «Ей Әли, Алла тағала бірінші ағайын туыстарыма ақырет азабын түсіндіруім қажеттігін ескертті. Бұл мен үшін ең қиын іс болғалы тұр. Өйткені тума туыстың жайы саған да мәлім ғой. Мәселені айта бастасам, олардың маған қарсы шығарына көзім толық жетеді», деп ішкі толғаныстарын ақтарды. Расулулла өз туғандарына ашылудың жайын ойлап, біраз уақыт үйінен шықпай қояды. Мұны байқаған Сафия бастаған әпкелері оның хал жағдайын сұрап білмекке барады. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әпкелеріне келгені үшін ризалығын білдірген соң былай дейді: «Сырқаттан аманмын. Шүкір, денсаулығым жақсы. Тек көңілімнің күпті болған жайы бар. Алла тағала маған жақын туыстарымды жинап, Алланың барлығы мен бірлігіне иман келтіруге, көп құдайшылықтан бас тартып, тәуба етудің керектігін ұқтырып, ақырет азабының қаупін ескертуім қажеттігін бұйырды. Әбділмүтәліп ұрпағының басын қосып иманға шақырмақ ойым бар. Тәтелері, шақыруың орындақ, бірақ бір нәрсені ескертейік. Әбу Лахабқа айтпай-ақ қой, бәрібір мойындамайды. Ал біздің қолымыздан келер не бар, әйеліміз ғой қанша дегенмен», деп тарқасты. Ашық түрде иманға үндеу туралы жаратқаннан жарлық алған пайғамбарымыз Әлиді шақырып алып тапсырма береді. «Бір адамға жетерлік еттен тамақ пісір, бір кесеге де сүт құйып қой. Сосын Әбділмүтәліптің жұрағатын түгелдей жина. Бірде-біреу қалмасын. Олармен дастархан басында емін-еркін әңгімелесіп, міндетімді орындауға кірісейін.
мұнан әрі созудың қажеті жоқ, деді. Әзірет Әли көкесі Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәссәлам айтқандарын бұлжытпай орындады. Ертесіне таңертеңнен Әбутәліптің үйіне бас-аяғы 45 адам жиналады. Олардың арасында шақырусыз келген Әбу-Ләһаб та отырды. Келген қонақтардың екеуі ғана әйел еді. Дастарханға қойылған тамақ бір адамға ғана жетерлік еді. Ыдыстағы сүт те сондай. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәлам бір кесек етті өзі қолмен турады да, «Ал бисмиллах, алыңыздар», деді. Алғашқыда алдарына қойылған тағамды азырқанғанымен бәрі үндеместен табаққа қол салған. Кереметті қараңыз. Көпшілік тыңқая тойса да, әлгі бір кесек еттің бітер түрі көрінбейді. Сүтте солай айналдырған бір шынаяқтың таусылар түрі жоқ. Жиналғандар таңырқап қайта-қайта ішеді. Ішкен сайын берекеті арта түскендей ме қалай? Өз көздеріне өздері сенбей үнсіз бір-біріне қарайды. Ас желініп болған соң пайғамбарымыз енді сөйлемек болып ыңғайлана бергенде Әбу-Ләһаб алдынан орағытып, «Бүгінге дейін не бір сиқырды көріп едім, бірақ дәл мынандайын көрсем көзім шықсын. Мына бауырымыз бәріміздің көзімізді байлап сиқырлап тастады. Өздерің де сезген шығарсыңдар», деп орынды-орынсыз балағаттап Әзірет Мұхаммедке сөйлеуге мұрша бермеді. Іс насырға шауып бара жатқанын байқаған қонақтар дәмге рахмет айтып тарап кетті.